Қайырлы күн, құрметті оқушылар, құрметті ұстаздар. Баршаңызды бүгінгі мектепшілік жыл оқушысы байқауының ең соңғы 4-ші финалдық кезеңінде көргенімізге шын жүректен қуаныштымыз. Қошеметтеп, қолдау білдіріп отырыңыздар. Дәл бүгін сіздердің алдарыңызда осыдан бірнеше күндер бұрын 300-ден астам оқушы өнер көрсеткен додада 10-ақ оқушы қазір іріктеліп топ жарған болатын. Сіздердің алдарыңызда осы оқушыларды қарсылайық. Олай болса, қолдап, қошеметтеп отырыңыздар. Ең бірінші ортамызға шығатын 8-ші Ә сыныбының оқушысы Насрулла Гүлзарды қабыл алыңыздар. Насрулла Гүлзар 8-ші Ә сыныбының оқушысы. Енді кезекте 8-ші А сыныбының оқушысы Тоқтархан Ермек 8-ші А сыныбы. Сыныптастарыңыз болса қолдап қошеметтеп отырыңыздар. Енді кезекте 9-ші Ә сыныбының оқушысы Бектас қабыл алыңыздар. Arkadaşlarımız естілмейді, қатырап. 8-ші Ә сыныбының оқушысы Керімбаев Махмұд. 7-ші А сыныбының оқушысы Көлеубайұлы Досымжан. Досымжан бүгін бишінің образында. Енді кезекте Қабдрашитова Фатима 8-ші А сыныбының оқушысы. Жетінші Кәусар. Жайық Серіков қабыл алыңыздар. 8-ші Б сыныбының оқушысы. Серіков Жайық 8 Б. Енді кезекте 8-ші Г сыныбының оқушысы Айтсасиева Алуа. Ең соңғы оқушылардың ортамызға 8-ші Ә сыныбының оқушысы Қашымұрат Жібек. Ә сыныбының оқушысы Қашымұрат Жібек. Ең соңғы сіздердің алдарыңызға шыққан Қажымұрат Жібекті қабыл алыңыздар. 8-ші Ә сыныбының оқушысы. Мінекей сіздердің алдарыңызда 10 оқушы тұр. Жыл оқушысы байқауының ең соңғы кезеңіндегі топ жарған 10 оқушы. Қатысушыларға сәттілік тілеп, қолдап қошеметтеп отырыңыздар. Енді кезекте қатысушыларға дайындалғанша біз қатысушылардың дайындаған бейнеролигін сіздерге көрсетейік. Сіздерге дайындала беруге рұқсат. Рахмет. Видео таныстырылымды көрсетпес бұрын әліп қазақ отбасымен таныстыруға рұқсат етіңіздер. Директордың тәрбие ісі жөніндегі орынбасары Шантемиров Архат. Додамызды осындай жақсы нотада бастап берсеңіз. Құрметті ұстаздар, оқушылар, міне бізде мектебімізде жыл үздігі ақырғы этапы болып жатыр. Көріп отырмыз, 300 баладан 10 бала қалып отыр. Бұл мектеп жаңадан ашылған болғандықтан осы шараны ұйымдастырып отырмыз. Балаларға күш-жігер берейік, осыған талпынсын, оқу жағынан да, спорт жағынан да, міне бүгін өнер жағынан да осындай шараларға қатыса берсін деп балаларымыз.
тек алдағы өмірлерінде осыған қатысқанда, осыны көріп отырғанда оқушыларымызға бір жақсы көңіл күйде болатындай болсын деп тілейміз. Енді қатысушыларға сәттілік тілейміз. Кім мықты екенін бүгін көретін боламыз. Рахмет. Сайысымызды осындай алғыспен бастап бергеніңізге рахмет айтамыз. Енді кезекте сіздердің назарларыңызда Насрулла Гүлзар, 8-ші Ә сыныбының оқушысы, және ғана экраннан бейнебаянын тамашалаған болатынсыздар. Насрулла Гүлзар бір қызығы қолөнер шебері екен. Ол дәл қазір, дәл осы сәтте сіздердің көз алдарыңызда өз қолынан шыққан тамаша туындыны сіздерге паш ететін болады. Гүлзардың өнері дайын болғанша басқа қатысушыға кезек берейік. Тоқтархан Ермек, 8-ші А сыныбының оқушысы, сіздерге Фариза Оңғарсынованың "Өзіңді ойлап" атты тамаша туындысын паш етпекші. Бірінші осы өнерін тамашаламас бұрын экранға назар аударайық. Ермек сіздерге видеоролик дайындаған болады. Назарымыз экранда. Армысыздар, еліп сәлемдердім. Бұл байқауға асыға мен де келдім. Тоқтархан Ермек мен боламын. Әрбір іске жақсымын, оң қаламын. Сәлеметсіздер. Мен жыл оқушысы, сайысының қатысушысы, 8-ші А сыныбы оқушысы Тоқтархан Ермек. Мен өз ерекшеліктерімді сіздерге айтып өтемін. Мен 8 жыл үздік оқушы болып келемін, және осы қалпымнан таймаймын. Мен өз уақытымды келтірмей хоббимен айналысамын. Мысалы, спорт денсаулық кепілі дегендей, менің сүйікті спортым волейбол. Күнделікті өмірде гүлдерге су құйған кезде олармен сөйлесемін. Гүлдерді адам сияқты өздерін жақсы көргенін сеземін. Мен және компьютермен жұмыс жасағанды жақсы көремін. Тісте микроскопиямен түрлі заттарды зерттеумен айналысамын. Кітап маған тақтанда ұнайды. Бұл сөздер түйір ойымыз адамға жан аза, рухани байлығы бола білген кітап. Мәнелер оқығанды жақсы көремін. Осы мектепте Мұқағали Мақатаевтың Сәбияның өлеңін оқып, 1-ші орын иеленген болатынмын. Менің түрлі жетістіктерім бар. Спорт жағынан және сыныптасымен бірге қанша жетістікке жеткенмін, соларды атап өтсек. Бұл кезде волейбол командасымен бірге 1-ші орын иеленген болатынбыз. Бұл волейбол спортынан алған жетістіктер. Бұл сайыста ағылшын тілінен 3-ші орын иелендік. Алған жетістіктерімді сынып бұрышына іліп қоямын. Менің жетістігім сыныптың жетістігі болып саналады. Бұл менің келесі жетістігім жүгіруден 1-ші орын алған кез. Бұл кезде 500 метрден 3-ші орынға иелендім. Жыл оқушысы байқауға бұл бүгінгі. Сәтті болсын, жақсы ең қызықты. Баршамызға сәттілік бол достарым, жеңсін деймін ортамызда жан мықты. Тоқтархан Ермекке осындай тамаша бейнеролик үшін алғыс білдіреміз. Көріп тұрғандарыңыздай өте өнерлі, өте талапты, өте білімді оқушымыз. Жан-жақты екен, спорттан да, білімден де талай жерден топ жарған ару. Енді кезекте сіздерге бейнеролигін көрсетті. Тоқтархан Ермекті ортаға шақырамыз өз өнерін көрсетуге. Тағы да естеріңізге сала кетейік, Фариза Оңғарсынованың "Өзіңді ойлап" атты туындысын сіздерге паш етеді. Өзіңді ойлап, қайғыдан езілбеу, аласұрған күйімді сезінімнен, анттан болып әлі күн шошиммен, сенің көктем күніндей сезімінен. Есім кеткен, өртенген сағыныштан, бірақ ешкім озған ба жазымыштан. Я, мен де бұл күнде түнілгенмін, бірақ ешкім жазымаш болды арзға. Мен өзімді көргенмін, бекер мұным. Қошеметке отырайық, қолыңызды қатысушыларымыз.
қатысушылар қол алып тұр, түсіністікпен қарайсыздар деген үміттеміз. Қолдап қошеметтеп отырыңыздар. Рахмет. Иә, бұл су жаңа мектебімізде осындай үлкен дода алғаш рет өтіп жатыр. Сондықтан қатысушылар қол алып тұрғаны бұл таңғалып кетті деп ойлаймын. Енді кезекте 9-шы Ә сыныбының оқушысы Бектастың бейнеролигін тамашалайық. Бектастың жанкүйерлері бар ма екен? Қолдап қошеметтеп отырыңыздар. Назарыңыз экранда. Мен Серқажиев Бектас Тархан, 9-шы Ә сыныбы оқушысымын. Хоббиім домбыра шерту, волейбол ойнау, кітап оқу, музыка тыңдау. Мен үйде жалғыз боламын. Бұл жарысқа ата-анамның үмітін ақтау үшін қатысудамын. Сабақта үздікпін. Бұл мектепке келгеніме өте қуаныштымын. Білікті ұстаздардың арқасында үйреніп білгенімде өте көп. Жыл оқушысы арқылы өзімді қыр-сырымды дамыттым. Мен өзіме Мұқағали, Әуезов, Абай аталарымды үлгі тұтамын. Еңбек етсең ерінбей демекші, әр нәрсенің еңбекпен келетініне еңбек етуде. Жыл оқушысын ұйымдастырып жатқан 45-ші мектеп ұстаздарына алғысымды білдіреміз. Сабақта бос уақыттарымда мұражайларда, тарихи орындарға барғанды ұнатамын. Және де табиғат аясында демалғанды да жаным сүйеді. Жыл оқушысын ұйымдастырып жатқан 45-ші мектеп ұстаздарына алғысымды білдіремін. Қарсыластарыма сәттілік, ал өзіме жеңіс тілеймін. Өте тамаша, өте көңілді нотада айтады видеосын. Енді кезекте Бектас сіздерге өз өнерін паш етсін. Нағыз қазақ емес, нағыз қазақ домбыра дей отырып, сіздерге дәл осы сәтте қазақтың қара домбырасымен күйін шертпекші. Қабыл алыңыздар. Тоғызыншы Ә сыныбының оқушысы болатын, сіздердің алдарыңызда өнер көрсеткен осындай қазақтың қара домбырасымен сіздерге әсем күй шертіп берді. Енді кезекте 8-ші Ә сыныбының оқушысы Керімбаев Бекнұрды қабыл алыңыздар. Бекнұрда сіздерге бейне жазба, бейне ролик дайындаған болатын. Назарыңыз экранда. Армысыздар. Мен Керімбаев Бекнұр. номер 45-ші жалпы білім беретін орта мектептің 8-ші Ә сынып оқушысымын. Мен үшін жыл оқушысы байқауында 3 кезеңнен сүрінбей өтіп, үздік 10-ға кіру үлкен жетістік.
Мен мектепте жақсы оқушым. Мектепшілік шараларға белсене қатысамын. Көптеген олимпиадаларда жүлделі орындарға ие болдым. Мен спортпен айналысқанды ұнатамын. Ең жақсы көретін спорт түрім қол күрес. Менің сүйікті пәндерім тарих және география. Осы байқауда бақ шабуыма немесе бап шығуыма дегендей қарсыластарыма сәттілік, өзіме болса жеңіс тілеймін. Бекнұрға осындай тамаша видео үшін алғыс білдіреміз. Бекнұр сіздерге өз өнерін дайындап алып келді. Ол Абайдың бірінші қара сөзін сіздерге оқып бермекші. Қабыл алыңыздар. Абайдың бірінші қара сөз. Бұл жасқа келгенде жақсы өткіздік пе, жаман өткіздік пе? Әйтеуір бір талай өмірімізді өткіздік. Алыстық, жолыстық, тартыстық, айтыстық. Әурешілікті көре-көре келдік. Енді міне жер ортасы жасқа да келдік. Жалықтық, қажыдық. Қылып жүрген ісіміздің бәрінің пайдасын көрдік. Бәрі қошылық екенін білдік. Енді қалған өмірімізді қайтып, не қылып өткіземіз, соны таба алмай өзімде қайрамын. Ел бағу жоқ, елге бағым жоқ. Бағусыз дертке ұшырайын деген кісі бақпаса, не албыртқам, көңілі басылмаған жастар бағам десе, бізді Құдай сақтасын. Мал бағу жоқ, балалар өздеріне керегінше өздері бағар. Ал енді қатайғанда, қызығын өзін түгіл көре алмайтұғын, ұры, залым, тілемсектердің аз ғана азығын бақып берем деп, қалған аз ғана өмірімді қор қылар жайым жоқ. Ғылым бағу жоқ, ғылым бағарға да ғылым сөзін сөйлесенде адам жоқ. Білгенді кімге айтасың, білмегенді кімнен сұрасын. Елсіз күнсіз кездемені жайып алып, қолына кезін алып отырған не пайдасы бар? Мұндасып шер тарқатсар, кісі болмаған соң, ғылым өзі бір тез қаптайтатығын күйік. Сопылық қылып дін бағу жоқ, ол да болмайды. Оған да тыныштық керек. Не көңілде, не көрген күнде бір тыныштық жоқ. Осы елге, осы жерге не деген сопылық? Балаларды бағу жоқ, баға алмаймын. Бағар едім, қалайша бағудың мәнісін де білмеймін. Не болсын деп бағам, қай елге қосайын, қай әрекетке қосайын. Балаларым өзіне ілгері өмірінің пайдасын тыныштықпен көрерлік орын тапқаным жоқ. Не қыл, не істе дерімді біле алмай отырмын. Не бол деп бақым. Ақыры ойладым, осы ойыма келген заттарды қағаз бетіне жаза берейін. Ақ қағазбен қара сияны ермек қылайын. Егер кім ішінен керекті сөз тапса, жазып алсын. Я керек жоқ десе, өз сөзім өзімдікі дедімде, ақыры осыған байландым. Енді мұнан басқа ешбір жұмысым жоқ. Абай туған жерде тұра тұрып біз осындай Абайдың әндерін айтпай, қара сөздерін оқымай кету бізге сын болар. Осындай білгендігін көрсетіп жатқан Керімбаев Бекнұрға алғыс білдіреміз. Естеріңізге сала кетейік, Керімбаев Бекнұр 8-ші Ә сыныбының оқушысы. Рахмет. Енді кезекте Төлеубайұлы Досымжан 7-ші А сыныбы. Назарыңыз экранда, бейнеролик тамашалайық.
Бәріне сәлем, мен атым Төлебай Алысымжан. Мен 45-ші орта мектептің 7-ші сынып оқушысымын. Енді өзім жайлы айтып өтсем. Мен шахмат финалда кітап оқуды және сурет салуды ұнатамын. Суреттен Шығыс Қазақстан облысы бойынша 3 жыл қатарынан бас жүлде иегермін. Мен суреттен, ағылшыннан, шахматтан және жеңілдеттерден орын алғам. Сонымен қатар ұсынылдым мәдениет секторымын. Арманым режиссер болу, қиялға келген шығармаларға жан беріп өмірге келтіру. Бұл менің сыныптастарым, мен оларды мақтан тұтамын. Мақсатын еңбек еткен, мұратқа жеткен. Арманыма бару үшін бірінші қадам жасау барысындамын. Ал енді кеттік, мен де бірге. Келімбаев Виктор болатын, 8-ші, Төлебайұлы Досымжан болатын, 7-ші А сыныбының оқушысы. Досымжан өз өнерін сіздерге паш етпекші. Майкл Джексонның Billie Jean әнін сіздерге орындап бермекші. Қабыл алыңыздар. She was known as the beauty queen, a little scene. I said I don't mind, but do you mean I am the one who gets alone now? She said I am the one who gets alone now. She told me her name was Billie Jean. She was that scene, singing her name. Ал әне әріптестер, оқушылар, міне жыл оқушысының командалары міне өнерлерін көрсетіп оқушыларымыз. Бұлардың өнерлерін бағанадан бері тамашалап отырмыз. Бірінші Гүлзар шығып өз бейне таныстырылымын көрсетіп, одан кейін сурет салды. Сурет салған кезде дәл осы жерде бәріміздің көзімізше суретті қандай әдемі қылып салып берді бізге. Домбыра шертті бізде Бектас. Ол да қалай бір керемет, бұл да бір өнер. Өлең шумақтарын айтып жатыр, жан-жақты. Осылардың ішінде Фатиманың ана туралы сағынышын айтқан кезде мына жерде барлықтарымыз көзімізге жас алып отырды. Бұл оқушыға деген сондай бір өнер беріліп отыр, тура керемет сомдап берді. Осыны бағалап өтуге болады. Досымжан Майкл Джексонның әніне бейін өлең айтып, сонымен бейін билеп берді. Енді бұл Досымжанның бұнда ерекшелігін айтып кететін болсақ, креативный бала, өз таныстырылымында да керемет түрі сақылдап тұр, жан-жақты деп айтуға болады. Кәусар қазақ биімен шығып, жандағы құрбыларымен билерін билеп берді. Қандай әдемі, сүйкімді киімдерді өздеріне сай болып отыр. Бақыт деген не деген? Өнерін көрсетті Жайық. Алуа өзінің биімен мына жерде барлығын таныстырып, өнерлерін көрсетіп жатыр. Жаңағы үшінші монологта шыққанда да өзінің әртістік жағын бәрін байқатты. Таныстырылымында да, жақсы таныстырымда өзі
нық етіп бәрін көрсетіп берді, және бейнероликтердің бәрін көрдіңіздер, иә. Жібек, енді осы ішінде жібектікі ерекше ұнады, таныстырылды ма? Жаңалықтарда өзі не істеп қойып қойды, бұны мектепшілік журналистикаға тартуға болады. Міне біздің балаларымызды осы жақтарынан көріп жатырмыз. Жүргізуші ретінде шыққан кезде мен ешқандай жетістігім жоқ деп қояды, арасында былай қарасам бәрі өзіне сай келіп отыр. Енді балалардың қызықты сәттері болды, өнер көрсетті, әнді, биінде көрсетті. Барлығы өнерлі балаларымыздың. Осы 10-дық деп отырмыз ғой, жыл оқушысы. Барлықтары мықты. Бұларды және бізде қайсысы жыл үздігін таңдауы да бізге оңай соққан жоқ. Енді әділқазы алқасылармен ақылдаса отырып, бұларға енді балдарын қойды. Ішінде үздігі шықты. Сіздерде бар ма сөздеріңіз? Мектепшілік жыл оқушысы сайысына белсене қатысып, үздік 10-дық қатарына кіргені үшін Серікқан Кәусар марапатталады. Қажымұрат Жібек марапатталады. Үздік 10-дық қатарына кірген үшін Серікқажи Бектас марапатталады. Асрула Гүлзар марапатталады. Үздік 10-дық қатарына кірген үшін Серіков Жайық марапатталады. Төлеубайұлы Досымжан марапатталады. Айтқазиева Алуа марапатталады. Үздік 10-дықтар қатарына кірген үшін Керімбай Бегнұр марапатталады. Енді жаңа 10-дықтар қатарына бірдей мадақтама берілді, бірақ енді жалпылама бұл грамота берілгенмен кішкене өнерлерін бәрін ерекшелеп үшінші орын алған бізде Төлеубайұлы Досымжан болды. Екінші орын алған Айтқазиева Алуа болды. Бірінші орын алған Керімбай Бегнұр болды. Мадақтама жыл оқушысы, мектепшілік жыл оқушысы сайысының бас жүлде иегері Қабдрашитова Фатима марапатталды.
елімізде жыл оқушысы белгілі болып отыр. Осы сайысты ұйымдастыруға атсалысып жүрген екі Ерсін мұғалімге, Бекжан мұғалімге, Рүстем мұғалімге көп алғыс айтамыз. Және осындай лотерея билеттерін ұйымдастыруға және сыйлықтарды алуға басшы болған бізге өзінің көмегін көрсеткен мектебіміздің директоры Айдын Тілектесұлына көп рахмет айтамыз. Және басқа да сыйлықтарға көмек көрсетіп, жастарға қолдау көрсетіп, оқушыларымызға қолдау көрсетіп жүрген мектеп әкімшілігіне көп алғыс айтамыз. Енді балалар, алдағы бұндай сайыстар өте көп болады. Сондықтан сабақтарында жақсы оқып, үлгілі тәртіптерімен, өнерлерімен көзге түсіп, осындай сайыстарға қатысуға шақырамыз. Барлықтарыңызға көп рахмет.